айтқан сол жердің тұрғындары полиция аз болып бүгін күнге жаңа Алибаның көмегіне жүгіндіңіз бе? Неге халық ол кісіні әрекеттеп отыр? Әлібек Нарбековті. Ана анекдотта бар ғой, Қытай қазақ қайтты деп, сендер барлық қазақ бір-біріңізді жеке танитын шығарсыз деген. Қазақстан енді ондай жеріміз үлкен болғанмен халық саны көп емес, рас, мен жасырмаймын. Әлібек Нарбековтің азаматты мен танимын, бұл қызметке келгенге дейін танимын. Енді әлеуметтік желіде жүріп жатырған, болмаса интернет ресурстарындағы қауесеттерге қатысты. Біреулер айтады, облыстық кадр мәселесін шешіп отыр деп. Мүлдем ондай жоқ. Болмаса конкурстарға араласып отыр дейді. Ондай мәселе ол да мүлдем жоқ. Ешқандай кадр болмаса конкурс мәселесіне ол кісі араласа алмайды. Ол кадр мәселесі бізде заңға сәйкес конкурс арқылы өзінің бекітілген ретімен адамдар алынады. Мысалы бізге Ақтөбе облысынан келіп жұмыс жасап жатыр. Қостанайдан, Қазақстан түкпір-түкпірінен, сондықтан ол әңгіме шындыққа мүлдем жанаспайды. Яғни бәсе каналындағы шыққан ақпарат бұл шынайы емес пе? Ол жерде жаңағы дөңгелек үстелдің болып жатқан видеолары тарағаны, ол да яғни өтірік па? Дөңгелек үстелде біздерде күніге қаншама дөңгелек үстел етеді. Жүздеген дөңгелек үстелдер өтіп жатады әртүрлі тақырыптарға. Олардың барлығын барып бір криминалға, болмаса басқа да бір дұрыс емес нәрселерге тақап тастайтын болса, мен білмеймін. Бірақ бір нәрсені нақты айтып кетемін, ешқандай ОПГ деген Маңғыстау облысында жоқ. Егер бар болса, іс жүзінде дәлелдесін, болмаса сол айтқан адамдар көрсетіп берген дұрыс болар еді. Әлібек Нарбеков сізде қандай жұмыс атқарады? Ол ешқандай жұмыс атқармайды бізде. Ол ешқандай жұмыс атқармайды. Ол кісі неге шақыртып алдыңыздар, жұмыс атқармаса ол жиынға сіздер? Біз шақыртып алдық деп кім айтты? Енді жиында отырсын. Мадина ханым, уақыт. Жиында отырғанда әртүрлі жиындарға қатыса береді, оны Маңғыстауға айтып отыр. Күніге қанша мың адам келеді, қанша мың адам кетеді. Оның бәрі кім келіп, қай жерде. Сіз танимын деп айттыңыз ғой, енді сіздің аузыңызда ешкім. Мен танимын. Мен ұялы телефонымда 6,5 адам телефоны бар. Мен көп адам танимын. Бірақ өйтіп келіп жаңағы енді танысаңыз айтсаңызшы, кім ол кісі, қандай адам? Қызметкер ма? Қызметкер емес. Мұнайшы ма? Мұнайшы да емес. Енді кім? Мадина ханым, спикер жауап берді ғой. Баспасөз мәслихатынан соң нақтыласаңыз, уақыт қой бізде. Жауап берді сайын. Ол кісінің отырған жиналысын жақсы сізге қызық болса мен анықтаймын, кім ретінде отырған. Бірақ мен бір нәрсені айтып кетуім керек шығар осы. Келіп Маңғыстауға әртүрлі мүжәліс отбасыларға көмектесіп жатқанын мен білемін, естіп отырмын сол азаматтардың. Мысалы, Жетібай деген жерде спорт кешенін салып берді, меценаттар тартып, инвесторлар тартып па, әлде демеушілер тартып дейін ба, сол жұмыстар жасап жатырғанын мен білемін. Яғни ол кісі инвесторлар тартып атса, меценаттарды тартып атса, ол өзі меценат емес, не инвестор емес, не мұнайшы емес, не әкімдік қызметкер емес қой, ол кім? Маңғыстаудың тұрғыны ма? Ол Маңғыстаудың тұрғыны емес, мен білетін жерде, ол Астана қаласының тұрғыны. Жақсы, бізге қосымша ол туралы ақпарат бересіз, кім екенін? Қандай жиналыс екенін анықтап алайын. Сіз маған көрсетсеңіз, оншаға түсініп тұрған жоқпын. Жақсы дау. Шетпе ауылында тұрғындармен кездесу уақытында спортсмендер келіп сұрақ қоятындардың аузына қақпақ болып, өрескел тірліктер жасағаны сол жердің тұрғындары айтып, ол әлеуметтік желіде тараған болатын. Соның себебін айтыңызшы, бұл да сондай бір іс болып тұр ғой. Бұны енді мен нақтырақ білемін бұл жағдайда. Ол жерде Шетпе ауылының тұрғындары, ауыр жүк көліктері неге салмағынан тыс артық жүктер тасиды, яғни ауылдың жолдарын неге құртады деген сұрақтың төңірегінде болып жатырған кездегі орын алған жағдай. Полиция департаментінің басшысы генерал Аяғанов сөйлеп тұрған кезде бір-бірінің сөзін сол жерде бөліп тұрды ма? Ешқандай ол спортсмен болған кезде де бір нәрсені түсініп алыңыздар. Ол жігіттер барлығы Шетпеде өскен бір ауылда тайдай тебісіп, өмірде ағалы інілі, мүмкін сол жерде бір сөзге келіп қалған болуы мүмкін. Бірақ ешкімнің бар жағасын жыртқан жоқ. Мен білетін жерде олар әлі күнге дейін бір-бірімен жақсы араласады сол жерде орын алған. Бірақ залдың ішінде сондай бір кедергі келтірмеді, анау тағы да бір дөрекі сөздер айтып қалды. Солар бір ағалы інілі болып жүрген азаматтар негізінде ауылда.
бәрі бір ауылда бір мектепте оқыған жігіттер. Жақсы, Біреуі яғни сәл үлкен, біреуі сәл кішкентай жас. яғни бұл жерге журналистерге жетіп отырған ақпараттар жаңа өзен болсын, жаңа шетпе ауылының тұрғындары болсын, яғни сол жердің азаматтарын бүгінгі күнге шағымданып отырған шағымдар өтірік болып тұр ма сіздің ойыңызша? Мен шағымдарын олардың көрген жоқпын, мен қазір сізге көрген нәрсемді айтып тұрмын, және білетін нәрсемді Енді бізде айтып бұл әлеуметтік желіге жария болып отырғаннан кейін сізге айтып отырмыз ғой. мүмкін. Бұндай нәрсе сізде жиі қайталанатын көрінеді. Бұл болашақта тағы қайталануы мүмкін бе? Мүмкін, қайталануы. Мысалы, екі азамат сөздер келіспей қалып, бір-біріне реніш сөздер Яғни мүмкін деп сіз спортсмендер жай міндетті түрде халықтың спортсмен емес, ол бір үйдің баласының ішінде де сондай аузына болады. қақпақ болуы мүмкін ғой, бұл сіздің бұйрығыңыз ба негізі? Жоқ, менің бұйрығым емес, оны Неге мүмкін деп айтасыз? Әріптес субординация сақтасаңыз, сіздер тікелей эфирдеміз. Көз алдымда болды менің. Енді сіз айтып тұрсыз, болашақта болуы мүмкін ба деп. Ол бір үйдің балаларының ішінде де болады, бір-біріне ренжіп қалатын қатты сөздер айтып жіберетін. Сондықтан мен сізге 100% ондай болмайды деп қазір қалай айта аламын? Полиция қайда қарап отыр бұнда? Полиция қызметкерлері қайда қарап отыр? Оны полициядан сұрауыңыз керек. Неге мен сұраймын, сіз неге сұрамайсыз? Жақсы, мен Сіз сол жердің әкімі емес па? Маңғыстау облысының әкімі емессіз ба? Жақсы, былай жасайық. Мен сізге тағы да айтайын. Олар сол жерде сөзге келіп қалған шығар, бірақ бүгінгі таңда әлі сол ағалы іні болып араласып жүрген азаматтар, сол бір ауылдың жігіттері, бір ауылда өскен, бір мектепте оқыған, мүмкін бір көшеде тұрған болуы да мүмкін. Өзі кішкентай ауыл, шетпе деген жер. Сол себептен сондай сөзге келіп қалды енді. Рахмет. Бірақ бір-бірінің полиция қайда қарап отырғанда үстіне арыз жазылмаса, мүмкін сол үшін де полицияның реакциясы болмаған шығар. Рахмет. Алашорда Серік Жолдасбай бізбен байланыста.